Адам бойындағы ең қатерлі мінез ол тәкаппарлық, менмендік. Мен, өзгелердің бәрінен мен артықпын, менікі дұрыс, басқаныкі қате деген пікір адамды тәкаппар етеді. Негізінде өзін өзгелерден артық санайтын, өзімшіл мінезден арыла алмаған адам тек отбасын ғана емес, дүниедегі барлық нәрсені бүлдіріп бұзады. Тіпті өзге түгіл өз өмірін де быт-шыт етіп күйретеді. Ерлі-зайыптылардың екеуі бірдей менмендік мінезіне ие болса, ондай шаңырақтың ұзаққа бармасы анық. Екінші, жалқаулық. Жалқаулық отбасының материалдық жағдайын төмендетуге әкеліп соқтырады. Соның әсерінен отбасы шайқалып жатады. Үшінші, қанағатсыздық. Ал кейде отағасы өз үйін шамасы келгенше бағып отырса да, әйел кісінің оған қанағат етпеуі, атап айтқанда, ана үлкен үй соғыпты, мынау жыл сайын шипажайда тынығады екен деген секілді сөздері отбасын ажырасуға дейін апарып жатады. Төртінші, сенімсіздік. Отбасының бұзылуына көп жағдайда ерлі-зайыптылардың бір-бірін алдап, өтірік айтып, өзара сенімнен айырылуы да себеп болады. Бесінші, берекесіздік. Тапқан табыстарын қалай болса солай жұмсап, шашып, жетіспеушілік туындайды. Көптеген ұрыс-керістер осыдан шығады. Алтыншы, сыйластықтың жоғы. Әйел кісілер өз күйеуін қалай сыйласа, оның ата-анасы мен туыстарын солай құрметтеуі тиіс. Ер адам да әйелінің туыстарына дәл сондай құрметпен қарауы керек. Жетінші, жаман әдеттерге жақын болу. Үй иесінің маскүнемдікке немесе нашақорлыққа салынуы, құмар ойындарына беріліп кетуі, ұрлық жасауға әдеттеніп кетуі, бала-шағаның қажеттіліктерін мүлде ескермеуі көп жағдайда отбасының ажырасуымен аяқталады. Сегізінші, түсініспеушілік. Сондай-ақ кейде жаңа құрылған отбасының бұзылуына екі жастың туыстарының арасындағы түсініспеушілік те себеп болатыны өкінішті. Тоғызыншы, тәрбиесіздік. Жанұя мүшелерінің екі дүниеде бақытты ғұмыр кешуі ең алдымен отағасының тәрбиешілік міндеттерін дұрыс атқаруымен байланысты. Өйткені тәрбие дұрыс жолға қойылмай, отбасындағы ешбір істің оңала қоймасы анық. Оныншы, сабырсыздық. Өмірде отбасында сабырсыз, шыдамсыз болу өте зиян. Сөз соңында тілерім, отбасын құрған жандардың жүректері иманға, көңілдері бақытқа толсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті оқырмандар, видео ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментарияға ой-өріс жаза кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.